кәдіден пицца әзірлейміз. Ол үшін бізге керегі ұн, кәді, жұмыртқа, қопсытқыш, дәміне қарай тұз бен бұрыш және ірімшік. Кәдінің қабығын ашып, үккіштен майдалап, тұз бен бұрышты қосып, артық суын сығып тастаймыз. 5 минутқа қалдырып қоюға болады. Көп суы шығады. Суын төгіп тастаймыз. Ұн қосамыз, қопсытқышты қосамыз, жұмыртқаны қосып, жақсылап қамырды илейміз. Сұйықтау қамыр шығады. Табаға құямыз, қасықтың көмегімен тегістейміз. 5-10 минут баяу отта пісіреміз. Салмасын дайындаймыз. Ірімшікті үккіштен өткіземіз. Қосымша тауықтың еті мен қызанақ дайындадым. Салмасын бетіне салып, ірімшікті себеміз. Ірімшік ерігенше баяу отта қыздырып аламыз. Дәмі тіл үйіретін тойымды кәді пиццасы дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін каналыма подписаться батырмасын басып жазылыңыздар.